Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін сіздермен болатын мен Дәурен Амангелдиев қайтадан. Әлбетте осыншама уақыт. Бізде бүгін ерекше көлік. Мен үшін әлбетте. Себебі алдарыңызда Mercedes 124 кузов E230 қарсы аламыз. Gel gök kristal, el şanton mayon Mishtal, per mayon Rachnatta, rachnatta Gel gök kristal, el şanton mayon Mishtal, per mayon Rachnatta, rachnatta Gel gök kristal, el şanton mayon Mishtal, per mayon Я, достар, бізде бүгін обзорда қарапайым Қазекеңнің Ешка 230-ы 124 кузов. Бізде бұл көліктер мысалы 88-87 жылдан бастап шықты, 124-123-тен кейін. Және бұл көлік айтады ғой, мировой культовый көлік қой. Ең надежный, ең мықты шыққан. Mercedes фирмасы осы ең соңғы ойланып дұрыс істеген көлігі осы, менің ойымша бұл. Бізде қазіргі таңда 91 жылғы көлік, жалпы көлік объемы дейді ғой, бізде 2-3. Бұл тараздағы ең живой Мерседестердің бірі. 15-16, по-моему, 16 жылдан бері жалғыз хозяин бұл көлікте. Жалпы бұл көлікке келейік. Мысалы, мыналардың бәрі не тұрсаңыздар, оригинал. Покраска өтпеген, бәрі. Фарларын бәрі оригинал, значок бәрі оригинал. Мысалы, айтады ғой, мына жері трещина бар. Мысалы, кузовына келетін болсақ, бізде покраска берілмеген, таза оригинал, ручка бәрі таза оригиналдар. Мысалы, көрініп тұрған шығар бәрі. Бізде диск тоже оригинал. Шықпайды ғой? Шықпайды. Андай, жоқ қыл жері көрік. Міне, достар, дереван бәрі оригинальный күйде тұр. Қарасаңыздар, бәрі тап-таза. Мыналардың бәрі таза. Бізде мотор 91 жылы әлбетте простой моторлар шықты. Самый надежный деп айта алмаймын. Бұл моторлардың көбісі не дейді ғой, кішкентай нелері бар, ақаулары бар. Ал егер 93-тен бастап шыққан моторлар болса, мысалы 104-ші мотор, 102-ші мотор бұл жерде. 102-ші мотор, самый надежный деп айтамайым. Бірақ именно 93-тен бастап 104-ші моторлар шыға бастады, және 111-ші мотор. 111-ші мотор мен 104-ші мотор бізде, особенно 104-ші мотор надежный деп айталам. Ал коробкасына келетін болсақ, коробкасы бұның минимальный жүретін уақыты 400 000 километр. Минимальный ол. В общем, коробкадан басы ауыртпайсыздар ғой. Бір таңда примерно 2 миллиондық көлік қой. Бұл қазір жылына емес жағдайына қарап сатып алатын уақыт болды. Мен үшін бұл көліктің орны ерекше. Бағана айттым ғой. Ең соңғы Мерседестің инженерлері машина шығарып атқан кезде, инженерсы ойланады ғой кәдімгідей, қалай шығаратын кезде. Сол кезде ғана қатты ойланған деймін. Осы 124 шығаратын кезде. Қалған кездері уже говно. Мысалы, бұдан кейінгі біз айтады ғой, лупариктердің көбісі асты шірейді, көбісі шірік. Одан кейінгілер уже коробкасы электричество, мысалы, электричество жағы көп бас ауыртады. А бұда бәрі механический көбісі. Коробканың өзі де механический. Тек қана компьютер ғана бар. Компьютердің ол 130 000 теңге тұрады біздің қазір. 130 000 теңге тұрады примерно. Кетет десең, сол кетуі мүмкін. Ал, достар, жалпы мен үшін бұл көліктің орны ерекше. Мен сіздерге бәрін ашық айтпасам да, енді бәріңіз айдағандар біледі ғой, қандай көлік екен. Бәрін ашық айтпадым, себебі сондай болып қалды енді. Ал сіздермен болған мен Дәурен Амангелдиев, каналға тіркеліп
лайк басуды ұмытпаймыз.